Бірінші суырды өлтірме, екінші суырды өлтір. Нұрмұхамед Қанжарұлы. Жайлаудың биік қалың өскен, жасыл жамылғысының арасында садағын кезені бекбетінен жатқан мерген жігіттің екі көзі, жасыл жамылғының арасында ақшырайып томпиып, ақшағыл тастары күн нұрына шағылысып жылтырап жатқан суыр інін қалт жібермей бақылауда. Кенет іннің аузынан жүні жылтыраған бұлқылдақ семіз суыр жылт етіп шыға келді де, күзетте тұрған әскердей қаздиып тұра қалды. Мойынын жан-жағына шапшаң бұрып, маңайын барлап алды да, жер бауырлап бұлқылдап жүгіріп жайла бастады. Мерген жігіттің күткен сәті де міне осы еді. Сабдырын білдірмей суырдың жонарқасын сүріп өтеді-ау деген мезгілде садағының адырнасын кере тартып тұрып қоя беріп қалды. Шаңқ еткен ашты дауысы шықты да, жаралы суыр көз ілестірмес ерекше тез жылдамдықпен іннің ішіне кіріп кетті. Мерген жігіттің бірінші қимылы сәтті орындалды. Бірақ ол және де тапжылмай жатып екінші қимылды орындау керек. Мергенді көп күттірмей екінші суырда жылт етіп іннен бой көрсетті де, бағанағы суырдың әрекетін қайталап, маңайына барлау жүргізгеннен кейін жайла басып емес, жорғалай басып, бүлкілдеп тауға қарай бет алды. Осының бәрін қалт жібермей бақылап отырған мерген жігіт енді суырдың ініне қайта оралуын күтті. Сүт пісірім уақыттан кейін екінші суыр қайта оралды. Осы сәтті қадалып қарап отырған мерген жігіт оң бүйірден қадалып, сол бүйірден шығасың-ау деген көздеуге келгенде кере тартып тұрған адырнаны қоя беріп қалды. Шаңқ еткен ашты дауыс бейғам тыныштықта жатқан аумақты селт еткізді де, одан ары қарай шырылдап жылаған сәбидің дауысындай дауыспен жалғасып барып тына қалды. Айтып-айтпай оң бүйірден қадалып, сол бүйірге өтіп кеткен жебенің түйреуінде жатқан суыр бейшара майда жылтыр жүні қанға боялып, төрт аяғы тырбыңдап, соңғы әрекетін жасады да сұлық қалды. Мерген жігіт өлген суырды қолына алды да ауылға қарай тартты. Бұл бағанағы ауылға жолшыбай келіп қалған жолаушы қарияның тапсыруымен болған жұмыстар еді. Жолаушы қария неге осындай жұмысқа жұмсады? Не істемекші? Бұл мерген жігітке де беймәлім еді. Оның өзі де байыбына бара алмай келе жатыр. Ауыл үсті тұнжыраған демін ішіне тартқан үмітсіз қабырғалары қайысқан аса қайғылы күйдеді. Жақын құрыста ел қорғаны халық қормалы болған, ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен елін жерін дұшпаннан қорғап келген мұндағы барғалықтың арқа сүйер арысына, айбатты батырына дұшпанның улы жебесі тиіп, у бойға жайылып, жарақат жаманға айналып, батырдың арғы бергі дүниенің арасында жатқанына 6-шы күн еді. 6 күннен бері арысы күншілік, берісі ат чаптырым жерден алдырған емшілердің бәрі батырдың сырқатына ем таба алмай естері шыққан еді. Алда жалда батыр арғы дүниелік болып кетсе қорғаннан айырылған елге дұшпандар жағынан заман ақыр орнағалы тұрғаны мұндағы барғалыққа анық еді. Емшілердің үмітсіздене үнсіз ғана бас шайқауынан елдің де үміті үзіліп, іштей тынып, қабырғалары қайысып отырған жайы осы еді. Ауыл ақсақалдары бір төбенің басына жиналып, батырдың бақилық жұмыстарын ақылдасып жатқан уақытта ауыл сыртынан анау алыстан бір атты адам ауылға қарай келе жатты. Атты адам ауылға таяп атының басын дөңдегі топқа бұрғанда ауыл жігіттері жүгіре басып аттының алдынан шықты. Атты адам ақсақалды кесек денелі кескінді қария екен. Жігіттер сүйеп түсіріп алды да атын жетектеп дөңде тұрған ауыл ақсақалдарының қасын ертіп келді. Бөгді ауылдан бейсауат келе жатқан жолаушы қарияға бәрі жамырай сәлем берді. Ауылдың жағдайынан хабардар болған қария Құралайды көзге ататын мерген жігіт болса шақырыңдар деді. Мерген жігіт келген соң қария оған садағыңды асында суырдың іні бар жерге барып жасырынып жат. Бірінші суыр жайылып шыққанда тек жаралап жібер. Әсте өлтіріп алма. Жаралы суыр ініне кіріп кеткеннен кейін екінші суыр іннен шығады. Оған тиме бара берсін. Тек аңдып жатып сол суыр ініне қайта оралған кезде ініне кіргізіп алмай, атып өлтірде, маған алып кел деп тапсырма берді. Бағанағы
мерген жігіттің орындап келген қимылдары міне осы жолаушы қарияның тапсырмасы еді. Мерген жігіт қолындағы өлген суырды әкеліп бағанағы жолаушы қарияның алдына тастай салды. Бәрекелді жігітім, жарайсың деп мерген жігітті иықтан қақты да жолаушы қария суырды алдын алып, өткір кездігімен бауыздап, суырдың таңдайынан сілекеймен сықпаланған бір сықпа шөпті алып шықты. Осы шөпті сол беті апарды да қал үстінде жатқан батырдың жарасының аузына қойып, мықтап орап тастады. Жолаушы қария сол күні ауылға қонып, ауыл адамдарын әңгімеге қарық қылып тастады да ертесі аттанып кетті. Тілсіз, үнсіз, қимылсыз қалған батыр бұл күні болмашы тіл мен қимылға келе бастады. 3 күнде науқастың беті бері қарап, тіл қимылға толық келді. Арада ұзақ өтпей батыр сырқатынан құлан таза айығып сауығып кетті. Ал халықтың қуанышында шек жоқ еді. Ендеше суырдың әңгімесінде не сыр жатыр? Әсілі бірінші суырдың жарасына екінші суыр дәрі шөп іздеп тауға бет алған екен. Дәрі шөпті тау қайтайланып серігінің жарасына жапсырғанша, мергеннің оғымен мерт болған суырдың таңдайында дәрі шөп қап қойған еді. Ал осы дәрі шөп батырдың сырқатына шипалы шөп болып шықты.